Фитотерапия ежелгі емдеу әдістерінің бірі. Грек тілінен аударғанда шөппен емдеу дегенді білдіреді. Ал қазақтар бұл әдіспен ерте заманнан бері айналысып келеді. Оба, тұмау сынды жұқпалы ауруларды ата-бабаларымыз дәрілік өсімдіктердің көмегімен емдеген. Ал қазір медицина дамыған уақытта да бұл үрдіс өз құндылығын жоғалтқан емес. Мәселен, Қытайдан басталып әлемді дүр сілкіндірген COVID-19 ауруына қарсы емнің бір түрі осы дәрілік өсімдіктерден табылып отыр. Осы орайда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары құрамында емдік шөптер бар коронавирусқа қарсы биологиялық белсенді қоспа әзірлеп шығарды. Бұл өнім қалай және қандай жағдайда жасалып шықты, ендеше бірге білейік. Дәрілік өсімдіктерден құралған биологиялық белсенді қоспаны ойлап шығару тәж-тажалдың өршіп тұрған тұсында басталды. Ауруға қарсы ем табылмай, халықтың иммунитеті әлсіреген кез еді. Осы тұста Әл-Фараби атындағы қазу профессоры Жанар Жеңіс халыққа иммунитет көтеретін дәрілік өсімдіктерден жасалған қоспаны дайындауға бел буады. 2020 июль кездерінде біздің осы фармацевтикалық магазиндерімізде ешқандай дәрімек қалмады. Антибиотиктер жетіспей қалған жағдайлар болды. Сол кезде біз өзімізде мысалы дәрілік өсімдіктерді қолдана бастадық. Және де көптеген кісілерден сұраныс болды. Жанар, сіз профессорсыз, Жанар, сіз зерттеп жатырсыз. Міне бізде мынандай шөптер бар еді. Кейбір клиникалар. Сіз осыдан бізге дәрі дизайн деп берсеңіз, жоспарласаңыз, біз міне қалың аурулар келіп жатыр. Не істейміз? Деп осындай ұсыныстар да келді. Сонымен осындай, және де бізде сондай бір мықты ғалымдарымыз, сондай халық жалпы барлығы осы аурудан зардап шегіп, артынан қайтыс болып, бір ауыр жағдай болды. Соның барлығының түрткісінің негізінде біз бұл жұмысты тездетіп қолға алдық. Өсімдіктерді ол кезде біз карантин кезде ешқайда шыға алмаймыз. Сондықтан ең алдымен Алматы облысы, сосын мына оңтүстік Қазақстан, Шымкент, Түркістан облысы, осы жерлерден дәрілік өсімдіктерді жинау басталды. Осылайша жиналған дәрілік өсімдіктерді зерттеу жұмыстары басталды. Зерттеу нәтижесінде қай өсімдіктің қандай қасиеті бар екендігі анықталып, қоспаның алғашқы формулалары пайда болды. Ең алдыменен бізде бірінші көкейтесті нәрсе не? Улылығы. Улылығы болмау керек. Сондықтан біз Назарбаев университетінде осы биологиялық белсенді қоспалардың улылығын зерттедік. Улылығы зерттелгенде 3 рет қайталанды, жалпы улылығы жоқ екендігі дәлелденіп шықты. Содан кейін адамның бауыр жасушасына әсері қалай? Осы зерттелді. Басқа жаңағы синтетикалық тұмауға қарсы басқа дәрілерге салыстыра зерттелді. Сол кезде оның біздің дәрінің бауырдың жасушасын көбейтетін қасиеті байқалды. Жобаны Жанар Жеңіс 2020 жылы стоп коронавирус байқауына ұсынады. Жарыс коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау және оның салдарын жою мақсатында ұйымдастырылған болатын. Байқауға қатысуға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 140-тан астам өтінім келіп түседі. Осы байқауда профессордың ғылыми жобасы 39 финалистің қатарында болды. Онымен бірге біз мынау иммунент дәрумен деген біздің ковидке қарсы профилактика ретінде дайындаған қоспамыздың жалпы 15 түрлі өсімдіктен тұрады. Соның негізгі 7 өсімдігін Америкаға жібердік. Миссисипи университетіне, яғни ковидке қарсы протезалардың белсенділігін зерттеуге жібердік. Соның 4 өсімдік зерттелген. 4 өсімдіктің 2-еуі ковидке қарсы әрқайсы 2 протезаға қарсы белсенділігі бар екендігі анықталды. Енді бұл зерттеулердің барлығы жалғасын табуда. Дәл қазір мен COVID-19 ауруына, тұмау вирусына қарсы дәрілік өсімдіктерден жасалған қоспаны дайындайтын Әл-Фараби атындағы өсімдіктерді зерттеу ғылыми орталығының шағын өндірісінде тұрмыз. Енді бұл жерде қазір Жанар ханым бар, сол Жанар ханыммен бір сұхбаттасып, осы дәрілік өсімдіктерден жасалған қоспаны қалай дайындайтындығын айтып кетсем. Әрбір өсімдіктің өзінің қасиеті бар. Біз солардан бір биологиялық белсенді формула жасап шықтық. Оның ішінде бізде мысалы зығырдың дәні, сонымен қатар мысалы тау жалбызы, және де мынау жаңағы жебір шөп дейміз, яғни бізде тимиян, сонымен бірге бізде жусан, қызылмия тамыры, және де қалампыр. Міне осы сияқты біз өсімдіктерден біз белгілі ғылыми дозада біздің қоспаларымыз дайындалған. Бұған арнайы бір өлшем бірлік болады, өлшем бірлік. Әрине біздің
барлық біз тамақтан сияқты сіз артық қабылдайтын болсаңыз, ол сізге керісінше улы болады, немесе зиянды болады. Ал кем қабылдасаңыз, ол сізге өнім көрсетпейді. Сондықтан барлық әрбір дәрілік өсімдіктің немесе осы қоректік өсімдіктің өзінің дәріге қолданған кезде немесе осы біздің қоспаға дайындалған кезде өзінің дозасы бар. Өсімдіктерді өлшенгеннен кейін біз өсімдіктерді ұнтақтаймыз. Барлығы, жаңағы біздің формуламызда өсімдіктер қосылады, және бұл аппаратта бұл өсімдіктер ұнтақталады. Ұнтақталғаннан кейін ол жинап біздің жалпы үлкен экстрактор. Осы құрылғыға саламыз. Біздің дәрілік өсімдіктеріміз улылығы төмен болу үшін барлығы сулы экстракт алынады. Біз таза ауыз суын қолданамыз. Өсімдік салынады, қыздырылады, сулы экстракт мынадан суыту арқылы сулы экстракт жасалады. Жасалғаннан кейін бұл сулы экстракттың барлығы мына қоймада сақталады. Бұл қоймада сақтап барлығын жинағаннан кейін біз бұл айдау құрылғысы бұл жерде. Яғни біз бұл жердегі алынған экстракттағы су құрамын айдап шығарып жіберуіміз керек. Шығарып ең соңында қоймалжың соңғы сығындыны аламыз. Яғни біз оның суын шығардық, сөйтіп оны қоймалжың, біздің варина сияқты жаңағы өсімдіктен жасаймыз ғой, үйде сол сияқты бір қоймалжың бір түрге келтіреміз. Келтіргеннен кейін қоймалжыңды біз оны жаңағы төмен вакуумды, төмен температурадағы кептіргіш аппаратында осында жинап алып кеп, осы жерде кептіреміз. Содан кейін алынған экстракты біз ұнтақтаймыз. Ұнтақтау аппараты мынау. Бұл жерде алынған экстракты толық ұнтақтап, кейін оған жаңағы біз сұйықтық түрінде дайындағанбыз алдында, солай ма? Енді біз оны түйіршік түрінде, гранул түрінде дайындамақшымыз. Ондай болса біз оған ішіне белгілі тағамдық жаңағындай дәрілік стандарттағы крахмал, сахароза, солармен бірге бұл құрылғыда ол иленеді. Иленіп, бірігіп араластырылады. Сөйтіп дайындалғаннан кейін біз одан түйіршіктер жасаймыз. Кейін түйіршіктер мынау үлкен аппаратта кептіріледі. Кептірілгеннен кейін олар сезгіден өткізіледі. Жаңағы әрбіреуінің үлкені несі бар, үлкенінде болып қалғаны бар, кішкентайы бар. Мысалы, олар сезгіленіп бір-бірінен бір нормаға келтірілу керек. Содан кейін біз мынау сүрейди араластырғышта біз оларды араластырып, кейін қаптауға жіберілеміз. Құрметті көрермен, көрдіңіздер ғой, бір дәріні жасап шығару бір талай аппараттардан, сүзгіден өтеді екен. Бір жылдан асты біз ең алдымен осындай сұйық түрінде қоректік өсімдіктерден тұмауға қарсы шарбат дайындағанбыз. Зерттедік, тұмауға 99,9% белсенділік, тұмау вирусына тежеу белсенділігі соны көрсетіп тұр. Бұл бірінші сұйықтығымыз, ал енді иммунент дәрумені деп біз бұл екеуі біріккен кезде біздің жаңағы ковидқа профилактика ретінде қолдануға, оны емдеу барысында немесе артынан кейін қалпына келтіруге де, мысалы осы биологиялық белсенді қоспаларымызды қолданып көрдік. Бұлар енді өте жақсы ем беріп жатыр. Онда сіздер мынаны тұтынып, бұлай оң нәтиже беріп жатқан көрсеткіші бар. Көрсеткіші бар. Алдағы жоспарымыз біздің бұл дәрілерді осындай түйіршік формасына әкелу. Яғни бұндай кезде бұл ұзақ сақталады, және де бөлме температурасында 2 жылға дейін сақтауға болады. Ал енді бұны тұтыну жолдарын айтып кетсеңіз, барлығына дерлік емдік қасиеті бар ма, әлде өзінің бір шекарасы бар ма? Әрине, енді жалпы барлығы дәрілік өсімдіктер өте аса шөптерге аллергиясы жоқ кісілердің барлығы тұтынуына болады. Ал бірақ аяғы ауыр кісілер, бала емізетін әйелдер оларға мүлде болмайды. Одан кейін кішкентай балалар, мысалы 15 жастан төмен балаларға біз әдетте қолдануға рұқсат бермейміз. 15 жастан жоғары балаларға қолдануына болады. Осы қоспаны дайындауда қанша адам еңбек етті? 10-ға жуық студент және мұғалімдер атсалысып жатыр. Қазірдің өзінде табиғи қоспа университет қызметкерлері мен студенттері арасында кеңінен танымал. Отандық жобаға Әл-Фараби атындағы қазудың басқарма төрағасы ректоры Жансейіт Түймебаев та қолдау білдірді. Соның арқасында орталықтың мамандары биоқоспаны дайындау үшін қажетті жабдықтарды сатып алды.
Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне қарасты дәрілік өсімдіктерді зерттеу орталығының қызметкерлері әзірлеген алғашқы және соңғы жоба емес. Біздің мақсатымыз жаңа фармацевтикалық өнімдерді шығару және елге импортталатын дәрілік заттардың санын азайту дейді орталық мамандары. В нашем центре мы работаем по 3 отечественным проектам. Бүгінде орталықта 3 отандық және 3 халықаралық жобалар бойынша жұмыс істеліп жатыр. Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктерді зерттеу біздің басты міндетіміз. Алдыменен шикізат жинаймыз, содан кейін жиналған шикізаттан сығындылар аламыз. Сығындылар биологиялық белсенді қосылыстарға бөлінеді. Алдағы уақытта биобелсенді қоспалар, препараттар өндіру жоспарлануда. Сондай-ақ иммунитетті, қан қысымын реттеуге көмектесетін асқазан, ішек жолы және бауыр жұмысын сақтау үшін фитошай өндіруді жоспарлап отырмыз. Қазу профессоры Жанар Жеңіс бастаған ғалымдар құрамында 15 дәрілік өсімдік бар, отандық өнімді шығарып, көптеген азаматтарға қауіпті инфекцияны жеңуге көмектесіп қана қоймай, халықтың батасын да алды. Бірақ орталықтың мамандары бұл жетістікпен тоқтап қалмақ емес. Алға қойған жоспарлары да ауқымды.